Қайырлы күн достар. Бүгін лағман дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, тұз және су. Ұнымызды жақсылап иілеп аламыз. Өте қатты қылмаймыз, өте жұмсақ та болмау керек. Қалыпты қылып иілеп аламыз ұнымызды. Негізі қатты болып иілесек, лағманымыз жақсы шығады. Дұрыс болмай қалады десеңіз, қалыпты мөлшерде иілесеңіз болады, тым қатты қылмай. Ұнымызды жақсылап біріктіріп, пакетке салып, тындырып қоямыз біраз уақытқа. Ұнымыз тынғаннан кейін тағы басамыз, басып жақсылап иін қандырып, жақсылап иілеп, іртіксіз иін қандырамыз. Сосын тағы да целлофанға сап, 10-15 минутқа қалдырамыз демалтып. Ұнымыз болды. Жақсылап қолмен осылай басып аламыз. Ұнымызды жазып текстеп, осындай бөліктерге бөліп аламыз. Бөлінген ұндарымызды бір-бірден есіп, осындай қылып әдемі қылып алақанымыздың көмегімен біркелкі қылып, бірдей қылып істеп аламыз осылай. Ешқандай болтықтар қалмау керек. Осылай бір-бірдеп осылай арасына майды жағып, жеке-жеке қойып отырамыз. Барлық ұнымызды осылай жасап аламыз. Мен 1 килограмм ұннан жасадым. Аз кісі болса, сізге жарты килограмм, 2 адам болса, аз ұннан жасасаңыз болады. 1-2 грамм ғана шығады. Қалған ұндарыңызды осылай жасап, үстіне тізіп, пищевой пленкамен бетін осылай жауамыз. 15 минут тұрды. Енді соза бастаймыз су қайнағаннан кейін. Біркелкі қылып, бас бармағымыздың, саусақтарымыздың көмегімен жұмырлап созып шығамыз. Бір-бірлеп салсаңыз да болады. Суыңыз мол болса 2-ден салсаңыз да болады. Жабысып қалады деп қорықсаңыз, басында бір-бірден жеке-жеке пісіріп алсаңыз болады. Ұныңыз тынғаннан кейін жақсы созылатын болады. Қорықпай соза берсеңіз болады. Высший сорттан істедім. Ұнды жақсы шығады. Екіншісінде болдық. Енді қолымызға аламыз. 2 қолға кезек-кезек осылайнан іліп аламыз. Созуға ыңғайлы, әр жерде әртүрлі. Енді кей кісілер қолмен жеке-жеке созып жатады. Маған осылай ыңғайлы. Тез боламыз. Осылайнан созыңыз, ұныңыз тынғаннан кейін ешқандай үзілмейді. Осындай тамаша болып шығады. Жіп-жіңішке болып. Қайнап тұрған суымызға тұз салып пісіруге жібереміз. Жақсылап араластырсаңыз дұрыс болады. Жабысып қалады айтпегенде. Мұқият түрде барлық жерін ашып, жақсылап араластырып, сосын қақпағын жауамыз. Қайнауын тосамыз. Мінеки қайнады. 1 минут көлемінде қайнаса жеткілікті, көп қайнаса езіліп кетеді. Осылай 3 рет қайнағаннан кейін 1 минут көлемінде сүзіп аламыз. Сүзіп алып, бір ыдысқа салып, суық суға жақсылап жуамыз. Мұздай суға жуып аламыз. Лағманымыз жылтырап әдемі болып тұрады, тірі болып. Езілмейді, ешқандай жұмыртқада қосылмаған бұл. Тек ұн, тұз болды. Енді подлив жасаймыз. Подливі қалауыңызша
кандай көкөніс қоссаңыз да болады. Етімізді қызарғанша қуарып, чеснок саламыз, сарымсақ, қызыл бұрыш, дәміне қарай ұнатып жасаңыз. Жақсылап қуырып аламыз. Көкөністерден енді пекинка қоссаңыз да болады, барлығы болады, өз қалауыңызша. Томат қосамыз не. Мен пекинкамен, сельдеремен жасадым. Баклажанды да, кабачкиді да қосуға болады. Әркім өз қалауынша. Мінекей сельдерейді қуырып аламыз етпен бірге. Біраз қуырылғаннан кейін пекинкамызды саламыз. Осылай көп болып тұрады, бірақ басылады қуырылғаннан кейін. Үстіне тұз сеуіп, соевый соус құйып, жақсылап араластырып, тағы бірнеше минуттарға қалдырамыз. Соевый соус жақсылап араластырып, біраз уақытқа қақпағын жауамыз. Жақсы қуырылады, басылып пекинкамыз. Мінекей басылып жақсы болып қалды. Тағы бір араластырып, бір кәседей су құямыз. Сосын тағы біраз қайнатып, дәміне қарай тұзын көріп, бірнеше минуттарға қалдырамыз. Мінекей подлиміміз дайын. Лағманымызға саламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйде жасап, лағманның үйде жасау жолы осылай. Подлимімізді суын құямыз. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.